Баршаларыңызға қайырлы күн көрермендер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте оңай жасалынатын, ешқандай қуыруды қажет етпейтін ең дәмді күздік салаттың рецептін ұсынамын. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, рецепті сақтап алуға кеңес беремін. Және де менің каналыма қолдау көрсетіп, маған тіркеліп кетсеңіздер өте қуанышты болар едім. Бізге қажетті заттар 40 қабат, сәбіз, болгар бұрышы, пияз, сарымсақ, қияр және де қызанақ қажет болады. Мен барлығын алдын ала жуып, дайындап қойдым. Ең алдымен 40 қабатымызды, яғни капустамызды салонка түрінде, яғни ұзыншалап, жұқалап, осы видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. 40 қабатымызды, яғни капустамызды турап болғаннан соң осындай өзіңізге ыңғайлы ыдысқа саламыз. Мен кастрюльге салдым. Қиярды да ортасынан теңдей бөлікке бөліп, осылай кәдімгі салатқа тураған секілді етіп турап шығамыз. Оны да жаңағы капустамыздың үстіне саламыз. Келесі кезекте қызанағымызды тураймыз. Қызанағымызды өте кішкентай қылып турамай, осылай орташа етіп турасаңыздар болады. Оны да жаңағы ыдысымызға саламыз. Келесі кезекте болгар бұрышымызды да ұзыншалап, яғни салонка түрінде жұқалап турап аламыз. Сарымсағымызды да барынша майдалап тураймыз. Сарымсақтың барлығын турап болғаннан соң жаңағы көкөністеріміздің үстіне саламыз. Келесі кезекте сәбізімізді турайтын боламыз. Ол үшін бізге кәдімгі терка, яғни морковчаны жасайтын терка қажет болады. Осылай барлығын өткізіп аламыз. Оны да сәбізімізді де жаңағы көкөністеріміздің үстіне саламыз. Туралған пиязымызды саламыз. Пиязымызды барынша жұқалау етіп турауға тырысыңыздар. Осылай барлық көкөністерімізді турап, үлкендеу осындай бір ыдысқа саламыз. Келесі кезекте дәміне қарай тұз саламыз. Тұзын әркім өз қалауынша салады. Дәміне қарай менікінен аз немесе көп қосуларыңыз мүмкін. Мен бұл жерде аз қасықты қатты толтырмай 3 қасықтай салдым. Оның үстіне қызып тұрған сұйық майымызды қосамыз. Міндетті түрде қыздырып алыңыздар. Және де біздің банкымыз атылып кетпес үшін осылай аспиринді ұнтақтатып қосамыз. Мен 4 данасын қосып жатырмын. Жақсылап осы салатымызды араластырамыз. Осы кезде дәмін қарап, тұзын қарасаңыздар болады. Енді қақпағын жауып, 1,5 сағатқа салқын жерге қалдырамыз. Сол аралықта мен банкілерімізді булап дайындап аламын, яғни манты қазанда булаймын, кастрюлінде қақпақтарын қайнатып жатырмын. 1,5 сағаттан соң салатымыз дайын болды. 1,5 сағаттан соң тағы да жақсылап бір араластырып аламыз. Содан соң жаңағы булап дайындап қойған банкілерімізге салып шығамыз. Осылай барлық салаттарымызды жаңағы банкілерімізге салып шығамыз. Қолымызбен нығыздап салуымыз қажет. Енді артып қалынған суын, яғни шырынын осы банкілерімізге құйып шығамыз. Және де қақпақтарын жауамыз. Қатты бұрап жаумаймыз, жай ғана бетіне жауып қойсаңыздар жеткілікті. Қақпақтарын осылай жауып болғаннан соң, жаңағы манты қазанымыздың кастрюлін қолданып жатырмын. Астына қалың осындай полотенцені жайып, үстіне салқын су құямыз. Міндетті түрде полотенцені қолдануымыз қажет. Үстіне салқын су құйып, газдың баяу отында қазір қайнататын боламыз. Достар, көріп тұрғандарыңыздай суды өте қатты толтырмайсыздар. Мен банкының жартысына ғана құйдым. Осылай газде қайнатамыз. Қайнап бастағаннан соң 30 минут қайнатамыз. Егер банкілеріңіз 2 литрлік болса, 40 не болмаса 50 минут қайнатуымыз қажет. Енді қақпақтарын жақсылап жауамыз. Көріп тұрғандарыңыздай біздің салатымыз дайын. Бұл салатты салқын жерде қыс мезгіліне дейін сақтасаңыздар болады. Өте дәмді әрі оңай жасалынатын салаттардың бірі. Егер осы видео сіздерге ұнаған болса және де пайдалы болған болса, лайк басып, өз пікірлеріңізді жазып кетулеріңізді сұраймын.